Так, бәріңе сәлем достар. Сіздермен мен, мен бүгін сендерге мынандай базардан сатып алған заттарымды көрсететін боламын. Мынандай спиннер, тағы да мынандай лизун. Осының бәрін бүгін сендерге көрсететін боламын. Кетті. Біз видеомызды бастаймыз. Біріншімен мына лизуннан бастағым келіп отыр. Бұны мен базардан сатып алғам. Міне жұмсақ. Қараңыздар. Бұны мен негізі қандасыма арнап алғанмын. Міне мынаны мен өзіме алғам. Қазір бұны кейін көрсететін боламын. Міне бұның бір жақсы жері, бұл әдемі иш шығарып тұрады. Сосын бұлайынан жұмсақ. Бүйтіп тартсаң тартыла береді бүйтіп міне. Сөйтіп бұны ойнап болған соң міне ішінде мынандай көпіршіктер пайда болады. Сөйтіп оны бір түнде қақпағын жауып бүйтіп қойып қойсаң, оның көпіршіктерінің бәрі кетіп қалады да қайтадан әйнек сияқты прозрачный болып шыға келеді. Міне бұның бір жақсы жері сол. Енді біз екінші лизунға кеттік. Міне екінші лизун, бұл да дәл сондай, бірақ жасыл түсті. Бұдан жапырақтың иісі шығады. Міне қараңыздар. Бұл да дәл сондай, бірақ бұл одан да жұмсақтау. Сондықтан бұл одан да қатты тартылады. Міне бұлай істеп көрейік. Ал біз спиннерімізге кеттік. Міне біздің спиннер. Бұл азанда осындай бір прозрачный болып тұрады да, түнде андай жерлері жанатын болады. Сіздер білет шығарсыңдар, мынандай материалды прозрачный сияқты болып тұрады да, түнде жасыл болып жанады. Міне ол былай айналады. Дауысын қараңыздар. Айналдырсаң бұл өте ұзақ айнала береді. Кері айналған сияқты. Міне. Мына жерде металл, және де мына жерде металл. Бұлар ауырлатқыштар. Міне көрініп тұрса, мына жерде подшипник. Қараңыздар, подшипниктің өзі айналады. Міне достар, бүгін біз мына затты көрдік. Және де ең соңғысы мына затты көрдік. Егер осы заттар ұнаса, лайктарыңды аямай басыңдар. Менің каналыма жазылып кетіңдер. Ендеше сау болыңдар. Осы видеоның астына 5 лайк жиналса, жаңа видео шығады. Ендеше сау болыңдар достар.